Бүгінгі сабағымыз сендерменен өте қызықты өтпекші. Бүгін біз сендерменен зерттеуші боламыз. Зерттеуші болу үшін біз бір нәтижені білуіміз керекпіз. Алдыменен бірінші зерттеуіміз мына қапшықпенен болады. Бүгін біз сендерменен ауаны зерттейміз. Ауа бізге көзімізге көріне ме екен, қолымызға ұстала ма екен, және оны қалай қолданамыз, соны айтамыз, ауаны. Ең бірінші мына қапшықтарыңды аламыз. Қане қолдарына алыңдар. Аламыз. Қане бәрі саламыз. Бұлайнан ашамыз, қане. Ашамыз әлдейді. О, ашамыз. Енді оны бұлай желпейміз. Қане желпейміз. Желпіген кезде мына сияқты ауа толады міне. Қане ауа толтырайық. Қатты қысамыз. Махамбеттен шыққан жоқ. Міне, балалар, мынаның іші толған ауа. Ауа бар ма екен? Ауа бар. Оны ауаны біз егер де дыбысын есту үшін, қараңдар, дыбысын есту үшін мына инеменен ақырын тесіп көремін. Тыңдаңдар. Шықпайды, не? Ауа шығып кете білмейді. Ауаны ұстай алмаймыз. Ол тұрмайды бізге. Көзге көрінбейді. Қане? Сен тесіп көрейін міне. Бетіңе қарай түсіш. Әне желпейді, Қане саған істеп көрейін. Ал бетіңе қарай істейін. Міне. О, әне шығып кетті, Ауа ұсталынбайды екен. Қане сенікі. Қане ұстап көрейін. Желпей ме екен? Желпейді. Қане Адинанікі көрейін. Қане. Желпей ме? Шығып кетеді, Ал Махамбеттің көрейін. Махамбет жасай алмай қойды, Шықты ма? Міне. Дыбысы шыға ма? Жоқ. Желпейді, Желпейді. Қане олай болса, келесі. Ауаны біз ұстай алмаймыз екен. Ол шығып кетеді, Келесі. Екінші. Бір-бір мұна алдарына қоямыз. Ал балалар, бұл біздің қазір ауаның дыбысын естейміз. Бірінші теспейміз. Мені тыңдаңдар міне. Бірінші міне. Дыбысы шыға ма екен? Қане сендер жасап көріңдер, қане. Жасап көріңдер. Шыға ма дыбысы? Міне бұл ауа екен. Тағы да істейміз міне. Дыбысы шыға ма? Шығады. Қане қойып қойып. Бұл ауаның дыбысының шыққан екен. Ол судың ішінде қалай қозғалады. Енді алақанымызды ұстаймыз былайынан. Махамбет бері қарай итеріп қой. Бері қарай қой стақаныңды. Бері қарай қой. Бері мына жерге қояу. Ал енді үрлейік қой. Тағы да. Жел соға ма? Соғады. Міне бұл ауаның қозғалысы деп аталады. Біз балалар сендерменен табиғатта жүрген кезде бетімізге жел соға ма? Соғады. Далаға қараңдаршы, жел соғып тұр. Бұл табиғатта жел деп аталады. Ал біз ауаның осындай қозғалысын білдік. Енді келесі балалар сендерменен тағы да бір-бір шар беремін. Шарға да ауа үрлеп көрейік. Қане? Міне шар беремін. Махамбет, міне. Ал енді шарды үрлеп көрейік. Қане? Аузымызға су толтырамыз. Үрделіне ме? Енді дыбысын шығарамыз, қане. Міне, тыңдаңдар мен. Дыбысы шыға ма? Міне, бұл да ауаны толтырғанымыз. Ауа, сендерменен ауаны зерттедік. Ауа дыбыс шығарады, және ұсталынбайды.
Көзге көріне ме? Көрінбейді. Тек қана біз оны тыныс аламыз, дем алады екен. Қане. Міне ауаның қозғалысын зерттедік.